адамда туа бітті философияға бейімдік бар дейді. Бірақ біз соның есігін жабамыз да тек қана білім берумен, ақпарат берумен айналысамыз. Кейін есейген кезде ал енді ойлан деп философияны береміз, ол кезде ойланамайды. Арман асқақ болу керек деп тұрса үлкен. Иә. 1000 жыл өмір сүрсең де жете алмайтын. Иә. Тәңірлік деңгейдегі арман. Ықпал ету аймағыңды дұрыс бағамда дейді. Билікте жемқорлар отыр, жүйе өзгермей, ештеңе өзгермейді дейді. Жайлап өзінің өміріне бүйтіп үңіліп қарап көретін болсаң, кішкене, оны не әйел тыңдамайды, Мен ана кеме тіл үшін күресіп жүреді, бала шағасы орысша сөйлеп жүр деген сияқты. Бізде қазір қалай деген сөз басым болып кеткен дейді. Қалай бай болсам болады, қалай тез жүгірсем болады. Қалай деген алдында тұру керек сөз бар дейді. Не үшін деген. Соны философияда бұл өмір мүмкіндіктер әлемі дейді. Бірақ біз сол мүмкіндіктер әлемінде қолайлы сәтті күту арқылы бүкіл мүмкіндіктерден айырып қаламыз. Балаларға арналған философия жазғанда көп адам түсінбейді. Оны қайтеміз баланың басын қатырып. Ересек адамның түсінбейтінінің себебі де сол бала кезде ойландырмағаннан. Қайырлы күн достар, есімім Ұлан Құрманғалиев. Бұл сала таңдау каналы. Құрметті көрермендер, бізде келесі бір сұхбаттардың бірі Сәкен мырзамен. Ассалаумағалейкум. Өткенде адам дүниеден өтер кезде өкінетін 5 өкініш жайлы сұхбат жасаған болатынбыз. Енді бүгін сол сұхбаттың жалғасы мамандықтың мәні тақырыбы. Енді мамандықтың мәнін ашпас бұрын ең бірінші алғашқы сұрағымыздан бастайық. Және Сәкен мырза өзін таныстырып өтеді ары қарай. Негізгі бірінші сұрағымыз, енді біз кәсіпте жүргеннен кейін көбінесе осы кәсіптің айналасында кәсіпкерлермен сөйлесеміз. Сол жерде көп кәсіпкерлерде шығатын мәселе, мен көлігімді алдым, үйімді алдым, ары қарай өмірден мән жоғалтып алдым дейді. Мақсатым жоқ, мақсат деген заттың мағынасын білмеймін. Миссия десе, миссия кейбір адамдарда ғана болмаса, көп адамда миссия бола бермейді ғой дегенде әртүрлі жауаптар естідім. Және мақсат, арман, мақсат, миссия адамға не үшін керек? Және ол адамның қандай бір мәселесін әлде проблемасын шеше ма деген сұраққа жауаптан алуды бастасақ. Өзіңізді кішігірім таныстырып, осы сұраққа жауап беріп кетсеңіз. Енді әңгіменің төңірегі бүгінгі мына кітаптың төңірегінде өрбіп жатыр ғой, мамандықтың мәні деп аталатын. Осы мамандықтың мәні кітабында біз дәл сұрақтарға жауап бердік. Мына тақырыбына қарап, отбасы хрестоматиясымен сериясымен шыққан кітапқа мамандықтың мәні деген тақырыпқа қарап, жұрттар ойлайды, бұл жерде мамандықтың қандай түрлері бар, мамандықты қалай таңдайды. Соны жаңағы балама бере қойсам, осыны оқып отырып, бала өзінің мамандығын таңдап ала қойса деп. Жоқ, бұл жерде адам мәселесі қарастырылады. Адам мен адамның іс әрекеті, кәсібі, мамандығы соның ішіне кіріп кетеді. Осы жерде көп бөлім соған арналады. Адам неге осындай белгілі бір кезеңге келген кезде, белеске келген кезде, жасы 30-дан асып 40-қа таяған кезде бұрынғы қойған мақсаттар ескіріп қалады. Неге ол жаңағы бәрінен шаршап кетеді? Неге мән жоғалтып алады? Иә, соның барлығы осы адам философиясы дейді. Сол экзистенциализм философиясымен жазылған да. Бұл жерде неге деген кезде адам ондай бір дүниелік мақсаттардың барлығы ол бір уақытша дүниелер. Біз қалай қараймыз әдетте? Баламыз мектепті бітірсе, одан кейін бір жақсы бір жоғарғы оқу орнына түссе, жақсы оқу орнынан кейін бір жақсы қызметке отырса, содан кейін үйленсе, балалы шағалы болса, үйлі болса, жаңағы көлігі болса, бір тамыр таныстың артында бір құрметті адам болса деген алдына бір шамамен сондай мақсат қояды. Адамның кейде жастардың өздері де сөйтіп мақсат қояды, көлігім болса, коттеджім болса деп. Бірақ бұның барлығы уақытша мақсат. Соны философиядан келіп айтады. Адамды сіз олай уақытша дүниелермен, материалдық мақсаттармен егер тұсайтын болсаңыз, оның түбі трагедияға айналады. Ол трагедия деген жай бір жаңағындай бір 40-қа келген кезде жай ғана бір қайта қарап мақсаттарын ауыстырып, бір сәл қиналып, бір сәл депрессияға түсіп қана қоятын болса, ол жарайды. Оның түбі суицидке дейін апарады. Адам өмірден тойып, отбасынан безіп. Бірақ бәрі бар. Иә, бәрі. Сондықтан адамға әу бастан адам тану философиясы жаңа экзистенциализм айтады. Бұл жерде адамның армандары деген тақырыпқа кетеміз. Адамның армандары трансцендентті болу керек деп кесіп айтады. Ол не деген сөз? Трансцендентті дегеніміз сенің армандарың бұл дүниенің, сенің күйбең тіршілігіңнің күнделікті, жүріс-тұрысыңның, тамақ ішуің, өзің семьяңдағы мәселе, сол бір дүниелік материалдық мақсатпен соның шеңберінде ғана қалып қоймау керек дейді арман мақсаттарың. Оның сыртында бір басы сенің күйбең тіршілігімен, жаңағы айналаңмен байланысып тұрса, екінші басы басқа әлеммен, ғайып әлеммен деп айтады. Енді бұны философия енді ғылыми тіл ғой. Ғылыми тіл дегеннен оны трансценденция деген термин береді. Яғни, егер сіз дінге сенетін, Құдайға сенетін адам болсаңыз, онда былай айтасыз. Бір басы сенің күйбең тіршілігімен байланысып тұрса, екінші басы Құдаймен байланысып тұру керек. Яғни, сенің алдыңа қойған арман мақсаттарың Құдайдың адамға деген қалауына, адам деген мынандай болса екен деген қалауымен ұштасып тұру керек.
Тәңірлік мақсат. Иә, тәңірлік мақсаттар, ғайып әлемнің мұраттарымен сонымен ұштасып жату керек. Сондай жағдайда адам енді арман дегенге анықтама беруге тура келеді. Арман деген егер ондай ол трансцендент арман болу керек болса, ол соншалықты бір асқақ болу керек. Ол бір адам сен 5 күндік жаңағы жоспармен жетіп аламайтындай деңгейде. 1000 жыл өмір сүрсең де жете алмайтын. 1000 жыл өмір сүрсең де жете алмайтын деңгейде сондай бір асқақ болу керек дейді. Осы жерде бір сөзіңіз бір мысал келтіре кетейін. Толстойдың әңгімесі бар, иә. Немересімен отырып, немересіне өскенде кім боласың деп сұрайды. Немересі айтады, өскенде мен ата сен сияқты жазушы боламын, Толстой сияқты жазушы боламын дейді. Сол кезде ой, онда сенен дым шықпайды дейді. Неге десе, мен сен сияқты кезімде құдай болуды армандайтын едім дейді да, яғни арманның асқақтығында шек болмау керек. Бірақ баласы сол жерде ойлады ғой, қатырдым деп негізі жауабын. Иә, атам риза болады деп ойлады. Сөйтіп атасы жаңағы құдай болам деген кезде әрине ол жаңағы жағымсыз мағынада, жаңағы бәрін билеп төстейтіндегі мағынада емес. Асқақтық мағынада. Енді бұны биіктік арманың. Иә. Бірақ енді бұл арман, трансцендентті арман деген бір күрделі термин болып көрінгенмен адамдар шатасады содан. Ол не, ол арман, дәл осындай сұрақты осы 2 күн ғана бұрын келіп маған бір студент қойып жатыр. Яғни ол үшін адам деген не деген сұрақты тұтас алған кезде сен соның ішінде түсінесің. Егер жаңағындай балаңа, бұл атаның да тарапынан кетеді, жай ғана баланың да тарапынан кететін қате мақсатты тек қана өте төмен планкада алу. Осының оқиғасын жаңағы Сейілбек Мырзабайдың «Балалық пен даналыққа» деген кітабында бар. Жаңағы бір пойызда келе жатып, ол бір апамен сөйлесіп қалады, жаңағы әңгімесін анау-мынау философияны талқылап отырған кезде қызығып келіп апа, осы сендермен жаңағы әңгімелер маған ұнап жатыр, маған айтып беріңдерші, осы менің балам жаңағы өсті, жаңағы оқыды, біраз жерде білім алды, жаңағы пәтері бар Алматыда, бірақ қазір үйден шықпай жатып алатын шығар. Үйленген. Иә, ештеңеге қызықпайды дейді да, соны күліп жатыр. Жасы 30-ға толмаған. Иә. Апа, сіз жаңағы кезінде балаңызға тез жаңағы оқып білім алып ал, ана жерде оқы, қызметке тұрып ал, жаңағы үйлен, жаңағы пәтер алып ал, бол, сонымен өмірің жайлы болады деп айттыңыз ба деп. Дәл солай, енді бәріміз ата-ана болған сөйтіп айтамыз ғой дейді. Болды ғой, сіздің айтқан мақсаттарыңызға, армандарыңызға жетті ғой дейді. Яғни арман мақсаттардың планкасы төмен болған жағдайда адамның күйзелісі де, депрессиясы да оған жетіп алу. 40 жаста енді оны сода балаға ата-анасы бала кезінде құйған ғой. Ертең өс, оқы, үй ал, көлік ал. Сол керек, соны істе. Айта берген, олардың сөз оған арман мақсат болып кетті. Ата-ана тарапынан да айтылуы мүмкін. Ол қоғамдық нормалар, қоғамда да жалпы жайлы өмірдің эталоны қандай деген кезде бәрі сөйтіп қарайды. Үйі бар, коттеджі бар, бір жақсы жерде жұмысы, беделі бар, көлігі бар, қымбат көлігі бар, жаңағы барған жерінде жұрттың бәрі құрметтейді. Сол міне эталон. Одан арғы асып кете алмайсың дейді. Соны экзистенциализм етеді. Бұл жайлы өмір тек қана жан-жануарларға ғана, басқа тіршілік иелеріне ғана арналған. Иә. Ол стандартқа соларды ғана сала аласың. Рамканың ішіне кіргізе аласың. Сиырыңды қорадағы әкеп алдына шөп салып бердің ба? Дер уақытында суын бердің ба? Болды. Оның өмірдің бүкіл планкасы сонымен орындалып тұр. Адам керісінше жайлы өмірден азып тозып кері қарай кетеді. Регресс басталады жайлы өмір. Адамға жайлы өмір жасап берсең, бәріміз жайлы өмірге ұмтылып жатырмыз ғой. Регресстің бәрі сол жерден басталады дейді, керісінше кері кетеді. Прогресс емес. Иә. Сондықтан адам экстазда өмір сүреді дейді. Бұл философияда тағы да бар. Логотерапия ғылымында адам жаңағы күрес жолында қайғы қасіретте шыңдалады. Түрлі бір қиындықтарды кешеді. Оны жеңеді, немесе жеңіледі, қайғырады, не үшін деп сұрақ қояды өмірге. Түрлі сұрақтардың нәтижесінде адам пісіп жетіп кемелдене бастайды. Адам болдың деген сөз сол болды ғой. Иә. Қысқаша айтқан кезде осы арман асқақ болу керек деп тұрсыз ғой, үлкен. Иә. 1000 жыл өмір сүрсең де жете алмайтын. Иә. Тәңірлік деңгейдегі арман. Иә, енді қарапайым мысал айтайық. Егер сіз армандаған кезде осындай өскен менің арманым осындай бір креслоға жету, мансап жолында, мына жерде оқу, шетелде оқу, жаңағы соның нәтижесінде мынандай бір креслоға дейін жету, мысалы вице-министр дейміз ба, мемлекеттік қызметте, немесе бір жақсы бизнесмен болсаң, менің есепшотымда мынандай сума ақша жату керек деген мақсат қоятын болсаңыз, онда болды. Жеткеннен кейін болды. Иә, ол материалдық мақсат. Арман трансцендентті болу үшін сен сол қызметке отырғанда не істейсің деген сұрақ қойылу керек. Не үшін деген сұрақ қою керек. Сен берілген жаңағы материалдық дүние саған не үшін керек деген дүние қойылу керек. Не үшін деген сұрақ қойылған кезде
ар жағында егер сен сол сұраққа жауап бере алсаң, не үшінге? иә, не үшінге жауап бере алсаң, онда сенің арманыңда бір дұрыс бір сипат бар деген сөз. Енді осы жерде сөзіңізге нетіп кетейік. Бізде не үшін деген сұрақ көп қолданылмайды, өзіңіз білесіз. Иә. Ана ютубта сіздің видеоңызды қарап отырсам, бір жігіттің талдамасы бар екен. Бізде қазір қалай деген сөз басым болып кеткен дейді. Қалай бай болсам болады, қалай тез жүгірсем болады, қалай тез өсіп кетсем болады, қалай тез мансаптық деңгейге көтеріліп кетсем. Енді осы қалай дегеннің алдында тұру керек сөз бар дейді да. Мгм. Не үшін деген. Егер не үшінге жауап бере алсаң, қалай болады. Не Иә. үшінге жауап бере алмасаң, Мгм. қалай болмай ма? Мгм. Иә, ол енді қазір отбасы хрестоматиясының кітаптарын оқып жүрсің ғой. Мгм. Біздегі барлық кітап сол сұрақты қозғаудан, сол түртпектеуден басталады. Жауап негізі бере қай алмасақ, кітап- не иә. үшінге? Не үшін жауап беру тіпті мақсат та емес, өйткені сен соңғы жауабын ешқашан таба алмайсың. Сұрақ қою мақсат. Аха. Сол сұрақ міндетті түрде сенде тұру керек көңіліңде. Ойыңда. Не үшін семья құрамын, не үшін мен мансап жолында көтерілуім керекпін, не үшін мен мықты маманға, кадрға айналуым керекпін, не үшін мен жаңағы балама дұрыс тәрбие беруім керекпін, не үшін үйленемін жалпы, не үшін кез келген нәрседе қалай деген сұрақ ол оңай. Мына кітапты жазу барысында егер мен қалай кадрге айналамын дейтін болсаң, кітап дүкендеріне барасыз ғой. Кітап дүкендеріне барсаңыз, қазір енді көбіне орыс тілді кітаптар ғой, жаңағы мотивационный кітаптардың барлығы как деген сұрақтан басталады. Как стать успешным бизнесменом, Иә, как стать бәлкім. миллионером, как жаңағы түрлі жаңағы күшті профессор болып қалай незаменимый кадр сондай айналамын жаңағы түрлі барлығы как қалай деген Қалай деген сұрақпен сөз. басталып тұр да. Соны айтады экзистенциалистік философия. Дұрыс қалай деген ол техникаға жатады. Техника қалай істеймін деген. Оның бәсін ешкім түсіре алмайды. Қалай дегенде маңызды ол ешкім. Бірақ ол маңыздылық жағынан, приоритет тұрғысынан не үшінен кейін тұрады. Мгм. Адам әмәнді әр уақытта не үшін деген сұрақты алдына қойып отыру керек. Кез келген істі бастайтын кезде бұл не үшін керек, маған не береді, мәні не? Осы сұрақты қойып отырасың. Соған белгілі бір көңіліңде бір жауап пайда бола бастайды. Содан кейін ғана қалай деген. Мысалы, Астанаға барам десем да қазір. Маған айтса саған скатта акция жүріп жатыр екен, саған 5-ақ мың теңгеге Астанаға билет алып қойдың десе, мен қуанбаймын. Жынсың ба, не істеймін ол билет? Мен не үшін барамын Астанаға дейсің. Яғни, ал егер мен бір өте маңызды бір келелі кездесу ма, немесе мен бір ғашығым күтіп отырған болса, немесе жаңағы бір сондай бір көңілім жай табатын бір жақсы бір іске бара жататын болсам, онда қалайдың мәні екінші сорт мәселе. Мен пойызға, самолетқа билет аламын, ақшам жетпесе пойызға, оған жетпесе есек арбаймын, оған жетпесе шамам жаяу барамын, әйтеуір барамын. Өйткені бұл жердегі ең Не біріншісі үшінге жауап бар? не үшін анықтайды менің қаншалықты маңызды екенін. Бұл жаңағы экзистенциализм философиясында да, жалпы философияда да бұл не үшін деген сұрақ барынша маңызды болып есептелінеді. Ата-ана да баласын сен дайындаған кезде, сен ертең сондай үлкен бір қызметке отырасың деген кезде, не үшін қызметке отыратыныңды, ол қызметке отырған кезде не істейсің деген сұрақ алдымен талдану керек, иә. Сосын қалайда артынан соңынан реттей жасасын. Бұл мән іздеу ғой, қысқаша айтқан кезде әр заттан, дұрыс па? Иә, мән іздеу. Не үшін арқылы мән іздеу. Иә. Енді осы жерде сөзіңізді бөлейік. Мысалы, жаңа жігіттің талдауында тағы да бір не тұр мерде. Адам енді өзі бір 70-80 или 100 жас жасса, соның бір 50% уақытын бәріміз білеміз, көбінесе жұмыста өткіземіз. Жұмыста. Иә? Иә. Біреу мысалы көмекші болады, ассистент болады, жаңағы сату бөлімінде істейді. Әркім өз жұмысында. Біреу көше сыпырады, біреу мұғалім, біреу дәрігер деген сияқты. Осы жерде бізге көбінесе андай сызбалар береді. Адам өмірінің жартысын жаңағы жұмыста өтеді екен, өмірінің жартысы сөйтіп кетіп қалады екен. Сөйтіп ойлайды, жартысын жұмыста өтемін ба, сонда мән жоқ болды ғой бұл деген сияқты. Соны ана жігіт айтады. Егер сен сол жұмысыңның мәнін ашсаң дейді, сен өкінбейсің дейді, қуанасың дейді. Түсіндіре алдым ба? Иә. Мысалы дәрігерсің, мен 50% уақытымды бос өткіздім деме дейді. Сен өз мамандығына мән ізде дейді. Дұрыс талдау ма? Иә. Мысалы дәрігерсің, яғни сен 50% уақытыңды өміріңнің адамдарға көмектесумен, оларды емдеумен, олардың мәселесін шешумен, сауапты іспен, біреудің анасын құтқарып қалдың, біреудің әкесін құтқарып қалдың, біреудің баласын құтқарып қалдың. Яғни адамзатқа пайдаң тиюмен өткіздің деп қабылдасаң, сен 50 жыл өмірімді жұмысқа зая кетті деп өкінбейсің дейді.
Бұл мәнізді болып есептеле ме? Талдау болып есептеле ме? Иә, сұрақ мәселе дұрыс қойылып отыр. Бізде бұл логотерапия деген ғылымда Виктор Франкл негізін салған. Осыған тоқталады. Соның Элизабет Лукас деген шәкірті бар. Сол жаңағы адамның өмірінде параллельді мән және пирамидалық мән деген соны арнайы сол қарастырып, талдап, соған арнайы бағыт береді. Сол жерде дейді, адамның өмірінде мән пирамидалық болмау керек дейді. Пирамидалық деген сен қандай да бір сен отбасы деген мәселені мән емес деп айта алмайсың. Ол да бір адамның өміріндегі мәні, мансап, ол да бір өмірдегі мәні, туған туыс, ағайын, жекжат жұрат деген сияқты олармен қарым қатынас, ол да бір мән, дос жаран жаңа, ол да бір. Соны айтады, сен солардың ішіндегі біреусі негізгі болып шығып кеткен кезде сенде белгілі бір деңгейде қауіп бар өміріңде. Енді ол дұрыс емес деп айта алмайсың, бірақ қауіп бар дейді. Жаңағы мансап жолында неге адамдар белгілі бір жасқа келіп пенсияға шыққаннан кейін үлкен қызметте отырады, жаңағы сол пенсияға шығады, арада 1-2 жылдан кейін қайтыс болады. Мұғалімдер көбінесе. Мұғалімдер де бар, мемлекеттік қызметкер, барлық жалпы өте белсенді өмір сүріп жүрген адамдар сол мансабынан пенсияға шыққаннан 2-3 көпке ұзамайды. Неге деген кезде пирамидалық мән дейді. Бүкіл өмірінің мәнін жаңағы соған мансаптық тіреп тастаған дейді да. Соның себебінен жаңағы қалған нәрселер оған бір көңілін, жаңағы жан дүниесін қанағаттандырмайды деп айтады. Бұл дұрыс. Сондықтан бәрін тең ұстау керек дейді. Үстелдің 4 аяғы бар сияқты, 4 тағаны бар сияқты, соның жаңағы біреусін алып тұрсаң тұрмайды оны. Сол сияқты бәрін тең ұстасаң дейді. Сен егер мансаптан айырылып қалсаң, жаңағы отбасың, басқа мәселелерің, ағайын туыспен қарым қатынасың барлығы сен өміріңде алып кете береді дейді. Бұл дұрыс, бірақ соған исключающий дейміз ғой. Кейбір жағдайда өмір деген бір формулаға сала алмайсың. Исключениялар болады. Біз мысалы қазақтың бұрынғы қайраткерлерінің өміріне қараймыз. Алаш қайраткерлері бар, одан кейін үлкен қызметтерде алаш қайраткердің қай-қайсының өмірін алсаң да, оларда мән белгілі бір деңгейде пирамидалық болған. Халық үшін деп кіреді, болды, олар бір жақты болады мәселен. Жаңа ашаршылық болды, үйтті, жаңа Қазақстанның жаңа халықты ашаршылықтан аман алып қалу шаруаларын іске асырып жүрді, сонымен айналып келген кезде баласы да өсіп кеткен мәселе. Баласын пәленбай жылдан кейін көрген, 4-5 жас есейіп кеткен кезінде көреді да баласын. Ол енді қай-қайсының да өмірінде бар. Соған қарап, мынаның өмір дұрыс емес деп айта алмайсың. Өйткені анау оның пирамидалық мәннің үстіне қойған мәннің объемы, ауқымы өте үлкен да. Жауапкершілігі үлкен ғой. Сол мысалы мына кітаптың ішінде мен мысалы Нұртас Қазыбаев пен Стив Джобсты салыстырып беремін да, сол осы жерде. Екеуі де өмірінде бүкіл уақытын мансабына арнаған. Нұртас Қазыбаев та отбасына уақыт қалмаған. Бүкіл өмірін соған арнады. Стив Джобс та сөйтті. Стив Джобста жеке өмір деген жоқ. Оның жеке өмірі, оның мансабы, оның айналысып жүрген іс-әрекеті де мысалы. Бірақ соңында өкініші болды ғой. Иә, бірақ соңында өкініші болды. Стив Джобста өміріңізді қайтып бастағаса қандай дүниелерді қайта қарайтын едіңіз деген кезде адамдармен қарым қатынасын дейді. Адамдармен қарым қатынас мәселесінде қатты ақсаған, өзінің қол астындағы адамдарға деген екпіні, оларды жаңағындай тұқыртуы, сөзбен психологиялық қысым жасауы, отбасы деген нәрсесі жоқ. Жаңағы бір әйел мен қызбен көңіл қосты, одан қызы болды, соларға мүлдем көңіл аударған жоқ, тіпті ақша да берген жоқ. Соны айтады, енді сонымыздың бәрі балалық па білмеймін дейді да, егер өмірді қайтып бастасам сол нәрсені қайтып түзейтін едім. Қалған бұрынғыдай жүре берсін, жаңағы айфон бәрі жүре берсін, бірақ сол нәрсені түзететін едім. Енді сен дәл сол сұрақты әкеп Нұртас Қазыбаевтың өміріне қоясың да, не істер едің десе, ол тура сол жолмен жүріп өтеді. Сен сол сұрақты бір жақты дулатып қойсаң, тура сол өмірін қайтып сүреді. Өйткені ол басқа не жоқ, өйткені ол саналы түрде кірілген нәрсе да. Сондықтан өмірде енді бір формулаға салып тастай алмайсың әр жағдайда, әр кезде. Ол сенің фокусқа қандай мәнді алып тұрғаныңды, сенің арман мақсаттарыңның қаншалықты трансцендент екенін, қаншалықты Құдайдың ырқымен сәйкес келіп тұрғандығына байланысты деп айтуға болады. Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, адамның ықпал ету аймағын ескермеу дедіңіз ғой бағана. Осы креслоның төңірегінде қозғап кетейікші. Қолайлы сәт күту. Енді бәріміз қолайлы сәт күтеміз. Көп жағдайда айтады, бір жақсы бір замандар келеді дейді, кейбір кісілер айтады. Сол кезде бәрі жақсы болып кетеді дейді. Мен айтамын да, қашан келеді екен ол? Мен бала кезден естіген әңгімем осы. Ана қой үстінде боз торғай жұмыртқалаған заман келеді бір күні деп айтатын сөздер бар, естіп пе едіңіз? Түбі бір жақсы болып кетеді дейді.
мен айтамын да түбі қайда екен, қашан екен? Біз мысалы 30-ға келіп отырмыз. иә 5 жасымыздан бері естіген шығармыз. Түбі бір жақсы болып кетеді бізде. Бірақ арадан қанша 28-25 жыл өтті. Қазір сұрасаң тағы айтады ол. Бір түбі бір жақсы болып кетеді дейді. иә Болмаса бір қолайлы сәт күту, мысалы бізге де айтады. Олан ана қашан істейсің десе, қазір ондай жақсы табыс тауып отқан жоқпын. Сол деңгейге жетіп алғаннан кейін мен істеймін деген сияқты. осы мына кітаптың ішінде соған арнайы бөлім бердік, қолайлы сәтті күту деген және ықпал ету аймағын ескермеу деген бір бөлім бердік. Сол бұл адамдардың бойында өте жиі болатын құбылыс, қолайлы сәтті күту деген. Бір алдыңда болашақта бір X уақыт бар. Сол уақытқа келген кезде мен жапырып мәнді де игерем. Барлық адамдарға жаңа жақсылық, әсіресе бизнесмен, мемлекеттік қызметкерлерде бұл көп болады. Бизнесмендер де ойлайды жаңа менің жақсы келе жатырмын, өте күшті келе жатырмын, ақшаны табыс жаңа бір кәсіпті игеріп келе жатырмын. Ертең менің шотымда мынандай деңгейге жетеді. Сол кезде халыққа аянбай жақсылық жасаймын, үйтем бүйтем, халықтың бүкіл қазақтарға риясыз көмектесіп деп алдына уақыт сөйтіп сондай бір белгісіз бір уақыт тұр алдында. Мемлекеттік қызметте де солай. Біз мемлекеттік қызметкерді халықтың арасында қарасаң, жемқорлық, ол жақта барлығы өзінің қамын ойлайды. Жоқ, ол жерде патриот адамдар өте көп, негізі мемлекеттік қызметте мықты кадрлар көп, өзінің ісін жақсы білетін адамдар көп. Шынымен жаны ашитын халыққа, шынымен бірдеңе істесем деп жүрген адамдар көп. Бірақ олар да осы тұзаққа түсіп қалады. Қолайлы сәтті күту деген. Ертең белгілі бір өмірмен алып келіп мына креслоға отырғызады. Қолыма сондай рычаг түседі. Сол кезде мен жаппай білім саласының, мысалы министр болсам или вице-министрлікке жетсем, білім саласын түзеп жіберемін. Немесе қолыма сондай бір генерал болатын болсам, әскерді түзеймін деген сияқты. Ол қолайлы сәтті күтіп жүреді. Ол тіпті қолайлы сәт оның қолына түсуі де мүмкін. Көп жағдайда түсіп жатыр қолында. Бірақ ол тағы да бір қолайлы сәтті күтіп жүреді. Ол аз болып тұрады. Бір күн қараса, бұл сіз қызметіңізден босады, сол кезде өкінеді. Қолымда мынандай мүмкіндіктер бар, соны істемедім. Өйткені ол күтіп отырғанда бір сәт. Солай болмау үшін философия, экзистенциализм философиясы не дейді? Ықпал ету аймағыңды дұрыс бағамда дейді, дұрыс ескер дейді. Бұны біз немен түсіндіреміз? Ежелгі гректерде стоицизм деген философтардың бір бағыты болған. Енді ежелгі гректер кезінде білеміз ғой, өркениет бір қатты дамыды, демократия пайда болды. Демократия болған кезде халықтың ішінде халыққа билік туралы пікір айтуға рұқсат берді. Сол кезде халық деген әбден кім көрінген адам билікті сынайтын болып кеткен ғой, өйткені сынауға биліктің өзі рұқсат берген. Ол негізі дұрыс нәрсе, сынсыз болмайды. Бірақ сын қызды-қыздымен барлығы үйінен шығып алып шал-шауқан сынай беретін болған. Сол кезде Зенон деген бір философ шығады. Айналайын, тоқтаңдар дейді. Енді бұдан осылай жалғастыра беретін болса, біздің қоғам кері кетеді дейді. Осы жерден не істеу керек деген кезде айтады, ықпал ету аймағы дегенімізді дұрыс анықтайықшы дейді. Сен шығып алып, қазір біздің қоғамда көрсеңіз сондай оппозиционерлер көп шығады да Құдайдың құтты күні Фейсбукке жазып жатыр, барған жерінде отырып, билікте жемқорлар отыр, жүйе өзгермей, ештеңе өзгермейді, үйтпейді, оны бүйту керек, сөйту керек деп айтып жатады. Енді жайлап өзінің өміріне бүйтіп үңіліп қарап көретін болсаң, кішкене отбасына, оны не әйелі тыңдамайды, не әулеті бала шағасы тыңдамайды, тіл үшін күресіп жүреді, бала шағасы орысша сөйлеп жүр деген сияқты. Яғни ықпал ету аймағы саған ең жақын ықпал ету аймағың сенің жақындарың еді. Бірінші бала шағаң еді. Әйелің, ортаң, сенің достарың, сенің отырыстарың, барған отырыстарыңда не әңгіме айтасың деген ықпал ету. Сен сол ықпал ету аймағында ешқандай ықпал еткен жоқсың, ештеңе әрекет жасаған жоқсың, тырысқан да жоқсың, сен басқа бір қолайлы сәтті күтіп тұрдың да. Ал бірақ одан тысқары нәрсені, геосаяси деңгейлер талқылағың келеді. Оңбаған Трамп, анақта Палестинаны қырып жатыр, Трампты құрту керек, анақта Израиль оңбаған деп жатыр. Ықпал ету аймағы ол қанша жерден Трампты жамандаса да ол өзінің тірлігін жалғастырып кете береді. Бізге Қытайдың қаупі төніп жатыр. Егер дер уақытында есімізді жимасақ та, ешкім сені тыңдап та жатқан жоқ. Бірақ ол шынымен соған не етеді? Дәл солай ежелгі гректерде болған ғой. Сосын сол Зенон деген шығады, өзінің шәкірттерін, өзінің мектебін қалыптастырады. Олар адам әрекетсіз бол, билікті сынама деген әңгіме емес ол. Ол міндетті түрде сын болу керек. Бірақ алдымен ықпал ету аймағында белсенді бол.
ең болмаса сен жаңағы өмірден өтіп кеткен кезде ең болмаса мұғалімсің ба, ең болмаса өзіңнің оқушыларыңа әсер ықпал етіп үлгер, ең болмаса отбасыңа ықпал етіп үлгер деген нәрсе де сол ықпал мысалы ет. мұғалім жаңағы сіз айтпақшы Иә. ертең директор болғаннан кейін түзейме емес, Иә, мұғалім кезінде түзе. иә. Кез келген салада осы нәрсе, ол бизнесте де жаңағы сен білесің, бизнесмендердің арасында осыдан жаңағы нетіп алсам нақпа. Мұғалімде де сол жаңағы қолыма әттең завуч болсам, мына мектепте мынандай нәрсе жасайтын едім деп ойлайды да. Ол завуч қылсаң да, оны директор қылсаң да ештеңе Бұл күрес философиясы деп аталады ғой. күрес философиясы ғой енді. Иә, Әлде олай емес пе? бұл күрес философиясы деп қарастырса да болады. Енді бұл жерде сіз айтып отырсыз жаңағы мемлекеттің дамуына бұл үлкен әсер етеді, дұрыс па осы философия? Әркім өз ықпал ету аймағын жөндесе, мысалы дәрігер ертең үлкен сатыға өткеннен кейін адамдар дұрыстап қарап бастаймын емес, дәл қазірден бастап келген әрбір адамды адам ретінде қарап дұрыс диагнозын қою. Мұғалім алдына келген балаларды ертең директор болғанда осы балалардың тәрбиесімен айналысам емес, алдыңа бала келіп тұр, директорлықты күтпей сол сәттен бастап сонымен айналыссаң, сен қоғам түзеледі деген әңгіме ғой былайша айтқанда, дұрыс па? Қоғам Әркім өз жұмысын дұрыс айналысса, қоғам өзімен өзі прогресс өсу басталады. иә. Әркім қолайлы сәтті күтіп отса, ол артқа кетеміз деген. Дұрыс па? Тақырып осылай ашылады. Солай десе болады. Енді мысалы бұл жерде мынандай нәрсе шығады. Адамға адам Құдай, енді Құдай дейміз, жаңағы өмір берді ғой енді. Біз өмірге келдік. Соны философияда айтады. Бұл өмір, Киркегард деген философ бар, датты ғалым, сол айтады. Бұл өмір мүмкіндіктер әлемі дейді. Адамға сен туылып келгеннен кейін саған қыруар мүмкіндіктер берді. Біз енді ол мүмкіндіктердің қай деңгейде екенін білмейміз, бірақ сол сен енді бір түрлі табиғаттың заңдарына, қоғамның заңдарына бағындырып қойды ғой. Сол бағындырып қойған шарттардың өзінде де адамның қолында қыруар мүмкіндік бар. Бірақ біз сол мүмкіндіктер әлемінде қолайлы сәтті күту арқылы бүкіл мүмкіндіктерден айырып қаламыз. Бүкіл мүмкіндіктерді жіберіп аламыз. Оны олай болмау үшін не істеу керек деген кезде логотерапия келеді осы жерден тұрады да. Логотерапия ғылым айтады. Адам осы сәттегі, орысша айтқан кезде, орыстарда аудармасында требования данного момента дейді. Дәл осы сәттегі мәнді аулаумен айналысу керек дейді. Адам не істейді? Адам бұл балық аулаған сияқты ғой. Балық аулайсың да жаңағы ұсақ түйек ауыңа бүйтіп лақтырып, ауыңа ұсақ түйек балықтар түссе лақтырып тастайсың. Дәу бір сондай бір үлкен ақ сазан ұстаған келіп жүр да сен. Бірақ мысалы түспейді, ең соңында ау үйіңе қайттың, ешқандай ештеңе жоқ. Соны айтады. Мән аулау деген ол жаңағы үлкен балықты күтіп жүру емес. Бір уақыты келеді, бір қолыма сондай сәт, бір соны ұстауым керекпін деген сәт емес. Дәл осы сәттегі мүмкіндіктерді жіберіп алмау дейді. Адам осы сәтте сен ойлайсың, бір ертең осыдан жақсы бір оқуды бітіріп алайын, жақсы бір қызметке түсіп, мықты кадрге айналып алайын, сосын жақсы бір креслоға отырып алайын, сосын жаңағы сол креслода жаңағы бір жақсы влияние, ықпал жасап алайын, жаңағы түрлі қызметтегі басқа чиновниктермен ықпалымды. Содан кейін ықпал етемін деп ойлайсың да. Ол ықпалға еш уақытта жетпейсің. Соны айтады. Сен сөйтіп сол ықпалға жетіп жолында қанша мүмкіндіктерді жіберіп алдың. Сен қолайлы сәтте шағын бір ұжымды басқарған кезде сол шағын ұжымды керемет бір сол жерден бір өнім жасауға мүмкіндік болып еді. Бірақ сен одан кейінгі сатыны күттің да ананы жіберіп алдың. Одан кейін күттің, яғни. Сонда айтады, мәнді сен осы сәтте аулауың керек дейді, осы сәттегі. Мүмкін осы сәт ол мән деген ол бір осы мәнге де анықтама бердік кітаптың ішінде толықтан. Өйткені бір мән деген түсініксіз нәрсе ғой. Мән деген бір нақты формада болмайды ол. Адамға тек қана көмектесу емес, әр сәтте ол маған әртүрлі формада келеді. Жалпы мән дегенді өзі адам 2-3 түрлі нәрсемен алады деп айтылады логотерапияда. Бірінші ол іс әрекет, белсенділік, іс-қимыл, жұмыс, мансап, жаңағы біреуге. Екіншісі сезім құндылықтар дейді. Табиғаттың сұлулығын көру, адамдардың бір үйлесімді өмір сүріп жатқаннан ләззат алу, соның барлығы сезім құндылығы дейді. Үшінші позиция таңдау дейді. Адам кейбір жағдайда адам ештеңе істей алмайсың. Мысалы, төсек тартып рак болып ауырып жатқан адам, ода экзистенция, ода іс-әрекет, ода карьера, мансап ешқайсысы болуы мүмкін емес. Сезім құндылығында да оның жағдайы табиғат тамашалайтындай мүмкіндік жоқ. Сол кезде позиция таңдайды дейді. Кейбір адамдарды қарайсың. Екі адамды алайық, мысалы. Екеуі де онкологиялық ауруға ұшырайды. Біреу ойбай, неге менің басыма түсті, не істеймін, өліп бара жатырмын, ойбай.
жаңағы емделу керек, не бар, сендер саусыңдар, мен аурумын деп айналасын, төңірегін, дос жаран бәрін бездіріп жібереді. Бүкіл онымен бірге бүкіл әулеті онкология болып қалғандай, олар бала шағасы бәрі қиналып жүреді. Айналасын түгел бір негативный дейміз ғой, жағымсыз реңде бәрін еңсесін түсіріп жібереді. Екінші бір адам дәл сөйтіп жаңағы өмірмен қоштасып жатыр, бірақ жаңағы бала шағасын жинап, айналайындар, мен үшін жаңағы әуре болмаңдар, сен бүйт, өсиетін айтып, сен сөйт, ертең мен кеткеннен кейін жаңағы дүниеге таласып бүйтіп қырылысып жүрмеңдер, сен анауыңды істе, сен бүйт, өсиетін айтып, достарымен қоштасып, давай жақсы бәрін бой көрсету деп жатады ғой қазақтар. Барлығымен әмпей-жәмпей амандасып, сау болып қоштасып кетіп жатыр. Яғни ситуация бірдей, екі адамның басына түсіп тұрған, таңдап тұрған позициясы екі түрлі. Яғни адам білмейді дәл сәтте маған қандай мәнді маған дүние ұсынып тұрғанын, тағдыр қандай мәнді. Сен соншалықты қырағы анау аңдып отыруың керексің мәнді. Мәнді кәдімгі қай жерден мән келе жатыр деп. Сондай жағдайда ғана сен мансабыңда да, отбасыңда да, барлық жерде. Бұны немен түсіндіреді? Мысалы, мынау кеңістікте мына жақта не бар десе, біз айтамыз, ауа, бұл жерде ештеңе жоқ деп айтамыз ғой. Соны айтады. Негізі бұл жақта ештеңе жоқ емес қой. Біріншіден ауа бар. Екіншіден бұл жақта қырғын радио толқындар жүріп жатыр. Магниттік толқындар жүріп жатыр. Дыбыстық, менің мысалы сөйлеп жатқаным саған қалай жетіп тұр? Дыбыс ауа арқылы жетіп жатыр ғой. Бірақ сен ауадан оны көре алмайсың. Неге? Өйткені сенің құрылғың соған қарай настройка жасалынбаған, соған қарай бейімделмеген. Соны айтады. Ауада ештеңе жоқ деп ойлаймыз, бірақ радио құрылғымызды бүйтіп 101-ге туралаған кезде қазақ радио сайрап қоя береді. Қай жиілікке радионды қойдың, сол жиілікте сен сол көздеген радиоң, немесе телефон біздің сөйлесіп жатқанымыздың бәрі өзі ауамен жүріп жатыр. Неге біз ауадан тыңдап қоя салмаймыз ешқандай құрылыс? Өйткені оған бейім емеспіз. Соны айтады. Мән аулауда тура сондай. Сен ойлайсың, дәл қазіргі сәтте менде ешқандай мән жоқ айналамда. Айналаңда қырғын радио толқындар сияқты мән өтіп жатыр дейді да. Әртүрлі формада. Мына жақта сезім құндылық, табиғат кемеші, далаға шықсаң керемет болып тұр. Сенің көмегіңе анау мұқтаж, ана сен барып ауру біреудің жағдайын сұрауың керексің. Мына жақта жұмыста барып жұмысты жүйелеуің керексің. Мемлекеттің алдындағы борышың қырғын мән күтіп тұр да. Сен құрылғыңды ешқайсысында бүйтіп құлағыңда иттердің құлағы сияқты болу керек дейді. Иттің құлағы дыбысқа өте түрік қой, бірдеңе тырс етмей құлағы тік көтеріледі. Адам мән аулаған кезде сондай аңдып отыру керек дейді да, бірдеңе мән. Қай жерден жіберіп алмайын дейді. Сол Киркегардтың айтып отқан әңгімесі сол. Адам бұл дүние, бұл өмір бізге берілген мүмкіндіктер әлемі дейді. Сен сол мүмкіндіктердің әрбірін жіберіп алмау үшін түрік болуың керексің да, құлағың түрік болу керек. Мамандық та соның ішіндегі бір бағытына кіреді. Мамандық кәсібің арқылы да. Бұл жаңағы сенің қойып жатқан нең күрес философиясы. Ол да бар. Мысалы, біз балаға мамандық таңдауды үйретеміз, кітап шықты, көп адамдар айтады, мынаны пайдаланып балаға оқытсақ, бала мамандығын таңдай қойса деп те. Мамандық таңдау деген баланың өмір жолындағы бір ішіндегі бір ғана дүниесі. Саған бұны түсіндіру оңай болады. Сен мына каналдың аты да сала таңдау ғой. Сала таңдау. Мысалы, сен біреу бизнес жасаймын маған сала таңдап берші десе, сен таңдап беріп жүрсің. Бірақ солардың барлығы өзінің саласында топ жарып кетіп жатқан жоқ қой. Өйткені әңгіме сала таңдаумен бітпейді. Сол сияқты бір ғана бағыт. Ол біріншіден ода бизнес жасайын деген ниеті болу керек еді. Мінезі болу керек, күрес болу керек, ол жақта қажыр қайрат болу керек. Ол жақта ол жаңа қырғын компоненттер тұрады да. Ол соның ішінде тек қана сала таңдаумен шауып кетпейді. Сол сияқты бала мамандық таңдауы деген оның ішінде бірақ дүниесі әбден ол уже болар 9-10 классқа келген кезде мамандық таңдай қойсам дейді да. Ол ішіндегі тіпті приоритет жағынан кейін тұратын дүниесі болады. Оған дейін біраз процесстер жүру керек еді. Қандай процесстер деген оның көкірегі құндылыққа толу керек еді. Бірінші түрлі ертегі түрін тыңдау. Біз ертегіні айтқан кезде жұрт түсінбейді, не үшін ертегі. Өйткені ертегінің бұл құрамында әртүрлі сол айтып жатырмын ғой, әртүрлі компоненттер болу керек болмыста, адамның болмысында. Соның әртүрлі компоненттер әртүрлі ертегідегі мәнмен, құндылықпен толығады. Ол қалай десеңіз, мысалы, ертегілердің бір түрі қиял ғажайып ертегілер дейді. Қиял ғажайып ертегілері баланың фантазиясын дамытады. Адамның фантазиясы неғұрлым шығармашылығы неғұрлым кең болады, оның өмірдегі қай іске салсаң да оның ойы жүріп болады. Ол бизнес, сенің бизнес саласында да керек қой. Ол жаңағы бір жасампаздық ғылым саласында болсаң да сол контент саласында қай жерде жүрсең де, мысалы, кімнің мысалымен береміз, бәрі Стив Джобс ғылыммен жетті деп ойлайды да. Соның өзінің бір кітабында сипаттайтыны бар ғой, жаңағы орта жасқа жеткен кезде бір күйзеліске түсіп,
Енді ол Америкада сол кездері бір лихорадка болған, барлығы жаңағы Үндістанға барып жаңағы сол жақтағы бір монахтар, бір гурулар тауып алып нетіп, ол сияқты сол Стив Джобс та әбден қиналып жүріп, сол неге барады? Үндістанға барады да жаңағы сол жақта жүреді, депрессияның кезі ғой енді, в общем, я өлім, я өмір деп тұрған жағдайда қараса жаңағы бір Шива құдай дейді оларда, 4 қолы ма 6 қолы ма бір бар символ. Мынау не деп сұрайды, бұлар түсіндіреді жаңағы, бұл біздің сондай құдайымыз, бұл бір қолымен жаңағы дүниені реттеп тұрады, бір қолымен жаңағы аспан әлемін реттейді, бір қолымен адамдардың әлемін реттейді деген. Бұған идея келді, сол жерде тұрады да. Мен жасайтын құрылғым жаңағы, бұл айфонға идея іздеп жүр ғой бірдеңе жасауға. Ол адамның өмірінде бәрін реттеп тұру керек деп та. Ол оның бір жағынан ол телефон, бір жағынан ол будильник, калькулятор, бір жағынан ол жаңағы есеп жазып жүретін блокноты, бір жағынан анаусы компьютер, бәрін соның ішіне кіргізеді. Алғашқы идея сол жерден көрді. Көрдіңіз бе? Фантазиядан келіп тұр бәрі, қиялдан келіп. Яғни ертегілердің бір тобы, қиялға ертегілер, ол баланың фантазиясын дамытуға уақыт. Екінші бір ертегілер баланың ерік жігерін, қажыр қайратын. Үшінші бір ертегілер батырлығын, тағы біреу еңбекке деген еңбектің құндылығын көрсетіп береді. Ол әсіресе неміс ертегілерінде ол күшті. Бізде жаңағы орыс ертегілерінде, кейбір қазақ ертегілерінде қарап отырсаң жаңағы алтын балықтар. Алтын балығы бар, немесе жаңағы үйленеді, үйленгеннен кейін анау ақымақ әйел айтады, сен ханға бар да бүйтіп айт деп айтады, анау ханға бар бүйтіп айтады, сосын ақыр соңында мұратына жетіп кетеді. Ал ол жақта неміс ертегілерінің көбінде сол нәрсе өте жақсы беріледі. Егін егеді, жаңағы найзағай соғады, табиғат жапырып кетеді, ол сонда да нетпей тағы да оның орнына басқа бір не салады, табиғатпен бәрімен күресіп жүріп жаңағы егінді ақыр соңында мұратына жетеді, яғни қыруар. Яғни еңбектің құндылығын көрсетіп беру, дарыту. Сол сияқты ертегілер деген кезде біз жалпы алып отырмыз. Ертегілердің ішінде қиссалар, мифтер, біз отбасы хрестоматиясының берілетін кітаптардың бәрінде неге қисса деген кезде, соның ішінде адамдық болмыста болуы қажет құндылықтардың әртүрлі формада беріп отырады балаға, әртүрлі дозада. Бұл балаға ертегі айту, қисса оқу, түрлі жаңылтпа жаттау бір бағыты болса, екінші бағытта экзистенциальный коммуникация деп айтылады. Экзистенциальный әңгіме, мәнді мағыналы ата-ана мен бала отырып кәдімгі философиялық әңгімелер талқылау керек. Не үшін өмір сүреміз? Опасыздық деген не? Сатқындық деген не? Өлім деген не? Не үшін қажет? Не үшін жаңағы белсенді болуымыз керекпіз? Не үшін әрекет етуіміз керек? Сол барлық кәдімгі дастархан басында отырған кезде сол тақырып ортаға қойылып, әркім өзінің пікірін айтып талдану керек. Қай жастан ол? Ол бала кәдімгі, оның жасының бір шектеуі жоқ. Әңгімеге жарады ма, сөзін түсіне бастады ма, мейлі 5-6 жастан бастап жүре береді. Оны Карл Ясперс кәдімгі балада философияға жаңағы сондай сұрақта мәңгілік классикалық сұрақтарға бейімділігі бар дейді. Әу бастан бала адамда бейімділігі бар. Сондықтан ол жақта шек жоқ. Екінші компонент сол отбасында күрес философиясы деген осы жерден шығады. Сол дүниелер толық болмағандықтан қанша жерден сен оның баланың мамандығын дұрыс таңдап берсең де, ол түбінде нәтиже шығармайды. Саланы дұрыс таңдап берсең де, ол ештеңе нәтиже шығармайды. Өйткені сол саланы жарып шығу үшін қажетті компоненттер оның бойында жоқ. Тіпті мықты кадрға айналған күннің өзінде ол өзіне бір қолайлы жағдайды күтіп тұрады, жайлы жағдайды күтіп тұрады. Ол күрес сондықтан баламен күрес философиясы деген осының ішінде бар. Экзистенциализм философиясы дейді, адамға ең бірінші соны түсіндіреді. Адам күресу керек дейді. Кез келген мұрат, арман, мақсатты қойдың ба, соның жолында күресуің керексің. Күрес философиясын жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз. Неге жастар шетелге кетеді деп. Иә, осы дәл осы соған қатысты. Мықты мамандар. Жастар не үшін қазір жаппай бәрі айтады, кадр дайындайды. Болашақпен қазір түрлі кедергілер қойып тастаған. Мысалы, болашақпен шетелге оқысаң, үйіңді бірдеңеңді жаңағы кепілдікке қоюың керексің. Неге? Өйткені оқығандар бәрі кетіп қалып жатыр да. Қайтып келудің орнына. Иә, қайтып келмейді. Қайтып келгендер бар, келеді де кетіп қалады. Мысалы, болашақпен келеді да, мемлекеттік қызметтің ба бірдеңенің несін оқып келеді, сосын келеді да, мына жақта мына жақта жағдай жоқ, демократия жоқ, өңшең жемқорлар басып кеткен, мен бұндай мемлекетте істегім келмейді, мен кеттім дейді, Еуропа қайтадан Еуропасын тайып тұрады. Кез келген салада сондай. Еуропада жағдай жақсы. Мен сияқты мамандарды, мен мысалы күшті мультипликатормын, мен қыруар жұмыс жасай аламын. Қазақстанда ешкімге менің қажетім жоқ, маған сұраныс жоқ. Еуропаға барсам, мен Америкаға барсам, маған пәленше төлейді дейді да, қайтадан Америкаға кетіп қалады. Неге болып жатыр деген күрес философиясының балаға бойында болмауынан. Ол не істеу керек еді сонда келгеннен кейін?
ол сол Европадағы жағдайды, Америкадағы условияны, жағдайды осы жерде орнатуға күресу керек. өзі. Иә. Біз айтамыз, сен айтасың, Америкада демократиясы бар, күшті, адамды құрметтейді, адамға күліп қарайды, жаңағы мансап жолындағы адамдар өзінен төменгілерге құрметтейді, кадрды құрметтей біледі дейді. Сол жағдайды олар аспаннан түскен жоқ қой, адамдар жасады ғой. Мысалы Франция, бәрі Франциядан басталды, француз революциясынан. Демократия үшін қанша шайқасты олар, қан төкті, Европа жан бір күнде берді. Европа болып Иә, кеткен жоқ иә. дейсіз ғой. Соны бір адамдардың маңдай терімен және қанымен орын жасалды ғой сол қоғамда. Ал сен ондай адамдарды паразит деп айтады. Сен дайын қоғамға қарай ұмтылады. Уже барлығы жасалған, бәрі қоғам, демократияны біреулер қан төгіп орнатып қойған, терін төгіп орнатып қойған қоғамға, дайын қоғамға барып, жоғары жалақы, сені құрметтейтін қоғамда барып жайлы өмір сүргің бірақ өздерің емес. Соны айтады экзистенциализмде. Күрес философиясын ана баланың бойында сөнбеген. Сен сол қоғамды осы жерде жасау үшін неғып күреспейсің? Сен неғып теріңді төкпеуің, неғып сен қаныңды төкпеуің керексің? Демократия орнату үшін. Неғып сен жауапкершіліктен қашасың? Иә, жауапкершіліктен қашу ғой, былайша айтқанда. Сол жауапкершілік дегенде сол сондықтан мамандық таңдау, сала таңдау ол адамның кадр болып қалыптасуындағы бір ғана бағыт. Иә, шешуші деп те айта алмаймын тіпті. Бір ғана. Жалпы мына кітаптың ішінде біз мамандық мән емес, немесе мамандығына мән таба алмасаң не істейсің деген бір екі тақырып бар бұның ішінде. Сол нәрсеге сен мамандық деген бір шартқа қатты алданып қалма дегенде бір тақырып бердік соның ішінде. Ол неге? Өйткені адамның мамандығы ол қатып қалған нәрсе емес. Бұрын жарайды, белгілі бір деңгейде кеңестік кезеңде қатып қалған болған шығар бір кезеңдерде. Қазір мүлдем заман өзгеріп кеткен. Кеше ғана біздің жұмыстағы дизайнеріміз айтып отыр. Бұрын бізде дейді, жаңағы кітаптардың несін дизайн жасайтын дизайнер ғой, айтып жатыр. Бұрын нақты бір саланың маманы болу өте маңызды болатын, специфический, нақты бір мынаны ғана істей алатын деп, узкий, шағым ішіндегі бір саланы білетін мамандар. Қазір ондай маңызды емес дейді. Өйткені күнде өзгеріп кете береді технология. Бүгін сен кеше сонша меңгеріп 4 жыл білім оқып келген, үйренген нәрсеңді бүгін жаңа бір приложение шығады, немесе жаңа бір программа шығады, бір сәтте орындай салады, адамның қажеті жоқ. Не істеу керек десе сол айтып жатыр. Негізгі бағытын, мысалы сен дизайнерсің ба, соның ішінде суреттің негізгі өнер тұрғысынан жарық түскен кезде көлеңке қалай болады, жалпы адамның бейнесі, денесі, дене бітімі қандай болу керек, соның негізгі фундаментін білуің керексің. Қалған нәрсенің бәрін сен кейін машықтана бересің, өзгеріп кете бересің дейді. Соның ішінде бір керім ба, иә, қай жерінен саған жол ашылды, сол жеріне кіріп кете бересің, ол түк те қиындығы жоқ дейді. Қазіргі мамандықтарда сондай. Бұрынғыдай нақты бір кейбір салаларда бар әрине ондай нәрсе, барлығын бірден айтып кетпейсің, бірақ жалпы өмірде сен балаңа бір мамандықты сонша үйретіп бейімдеп соған негіздегеннен кейін ертең ол мамандықтың сұранысы түсіп қалады. Өйткені жасанды интеллект шығып қойған. Ол алады да жаңағы қыруар мамандықтар. Қазір соның жасанды интеллект өзі OpenAI компаниясы жаңағы ChatGPT іскен қосқан күні өздерінің 500 қызметкерін жұмыстан шығарып жіберді. Ол керектерің жоқ. Күнделікті солай бола береді. Яғни мамандық таңдау ол шартты нәрсе. Сен енді философиялық тұрғыдан нені аңдуың керексің деген кезде қай жерде мән бар? Қай іс арқылы мен өзімнің немді қанағаттандыра аламын болмысындағы сұранысты, айналамның, қоғамның, ата-анамның, жақындарымның, елімнің, немесе адамзаттың қай жерден сен бір мәнді көресің, сол жаққа қарай кете бересің. Енді келесі сұрағымыз. Бұл енді қазір бәрімізге танымал сөз ғой. Хобби дейді. Біреуге хоббиің не десе, өзі білмей жатады. Бұл жалпы жай дүние ма? Бір жалпы өмірімізге маңызды дүниенің бірі ма? Сосын осы кейбіреуде адам өмірі миссиясын іздейді да. Миссияны табу қиын ғой өзінің. Бірақ хоббиің кейін миссияға айнала ма? Бүкіл адамдардың хоббиін мен бір ауыз сөзбен дұрыс немесе бұрыс деп кесіп айтып тастамайсың. Өйткені адам әртүрлі, олардың әуестігі әртүрлі. Сосын хобби деп ол нені айтып тұр? Мүмкін керісінше оның хобби деп айтып отырған нәрсесі оның негізгі өмірлік мұраты шығар. Сондықтан кесіп айта алмайсың. Бірақ көп жағдайда біздің түсінігіміздегі хобби деген сен бос уақыттарындағы жаңағы тиын жинау, тағы қосымша бір нәрселер істеу, жаңағы
Ақша төлемесе де істейтін дүние ғой. Иә, шетел аралаған жақсы көремін деген сияқты дүниелерді айтады ғой. Оған мен жеңіл қараймын. Жалпы хобби деген нәрсе көп жағдайда уақыт өлтіру үшін жасалатын дүние ғой. Соны қателеспесем өткенде де айтылды бұл шет жағы. Хайдеггер деген 20 ғасырдағы мықты философ бар, сол айтады, адамның кім екендігін біз бос уақытта немен айналысатындығына қарап білеміз. Кәдімгі жұмыс уақытында немен айналысатынына қарап біле алмаймыз дейді. Өйткені ол жұмыс уақытында сен жаңағы жұмысыңды істеуің керексің, саған міндеттелген белгілі бір жұмыстарың бар, немесе тіпті әйтеуір бала шағаңды бағуың керексің, тағы түрлі саған қойылған қоғамның тарапынан шарттар бар, соның ішінде жүрсің. Содан босап қалған кезде, қолың босап қалған кезде не істейсің? Сол сенің кім екеніңді анықтайды. Егер мен жаңағы еріккеннің ермегін жасап жүрсем, онда мен демек карта ойнап отырсам ше. Карта ойнап отырсаң, демек бойында ешқандай құндылық жоқ деген сөз. Адамның іші бос, қаңғырлаған бос құмыра екенін білдіреді. Адамның кім екенін білгің келсе, иә. Бос уақытта немен айналысатынына қараңыз деген. Белгілі бір мұратқа ұмтылып бара жатқан адам ғана бос уақыт таба салған кезде сол өзінің ұмтылып бара жатқан мұратына қарай қажетті бір дүниелер істейді. Мүмкін бірдеңені білуге ұмтылып бара жатса, ол кітап оқиды сол бағытта. Немесе соған қарай бір өзінің шеберлігін шыңдай ма, әртүрлі. Яғни сол мұратына қандай мұратты. Біреу құлшылық жасайды. Біреу залға кетіп қалса жаттығу жасауға. Енді ол жаттығу жасауға болмайды деп айта алмаймын. Ол да керек, адамға спорт, денсаулық, бірақ ол тағы да неге байланысты, анау уақыт өлтіру деген. Мысалы біреу аңға шығады. Жиі айтыламыз, жаңағы Паскальдың айтатын сөзі бар. Человек не бежит за зайцем, он убегает от себя дейді. Яғни аңшы, біз аңға шыққан кезде жаңағы хобби ғой енді ең көп айтылатын. Аңға шығып барып жаңағы қоян қуалап жүр, сол бір қызық деп айтамыз ғой. Негізі қоян қуалап жүрген жоқ дейді. Ол өзінен қашып жүр дейді. Неге өзінен қашып жүр деген кезде бұл тағы да қуыс кеуделікке алып келеді. Өйткені оңаша қалудан қорқады. Оңаша қалған кезде сен өйткені өзіңмен бетпе-бет келесің. Өзінен қорыққандықтан адам түрлі сондай бір хоббилер ойлап табады. Иә, көңіліңді, назарың, адамның санасы интенция дейді. Интенциональность дейді. Феноменология деген бағыт бар, сол кезде айтады. Адамның санасы бірдеңеге бағытталмай тұра алмайды. Ол міндетті түрде бірдеңеге бағытталып тұрады. Егер ол жерде қолы босап қалып, сені бос бөлмеге қамап қойса, бағытталатын нәрсе жоқ болса, ол өзіне бағытталады. Адам содан қорыққанда әйтеуір хобби бірдеңе ойлап табу керек бағытталатын. Енді қараңызшы. Иә. Мысалы жаңа миссия деп отырмыз, хобби деп отырмыз. Мысалы миссияңды қалай табасың өзің? Миссия деген нәрсеге мен кішкене немен қараймын. Мақсатыңды қалай табасың болмаса? Саған басқа өмірден, басқа бір жерден алдын ала таңылып қойған миссия бар дегенді мен күмәнмен қараймын. Жекеңе жазып қойған дегенді. Тәңірлік бейім дегенді жоққа шығармаймыз. Саған тағдырдың, Құдайдың саған ұсынып тұрған бір жолдары бар. Бірақ ол дәл саған бір біз түсінетіндей бір жүйелі жол емес. Туп-тура сонымен жүріп өтетіндей тағдыр тақтасы дейді ғой дінде. Алдын ала сенің не істейтінің барлығы бір жерде жазылып қойған, сен тек қана сонымен жүріп өтушісің дейді. Ондай нәрсе жоқ. Оны біз неден білеміз деген, бізде кім деген бар? Францияның жазушысы болу керек. Сол айтады. Мына Ғайса пайғамбар дейді. Ғайса пайғамбар білесің, ол жаңағы не болған? Ұстаның баласы. Түрлі ағаштан бұйымдар жасайтын баласы. Ол да өте сол әкесінен сол істі өте қатты меңгеріп алды. Ол өзі де ұсталықты өте жақсы көретін. Одан бөлек ол семьянин. Отбасымен болғанда бір үлгілі әке дейді ғой. Отбасымен жүріп, бала шағамен жүріп, сондай қатты армандайтын дейді. Үйленіп, бір сондай бір отбасылы болуды армандайтын дейді. Одан бөлек ол түйе жарыстарын жақсы көретін. Солардың қоғамында ең қызықты ойындар түйе жарысы дейді. Түйемен жарысады, түйенің үстінен бірдеңелер нетеді, әртүрлі ойындар бар, түйелердің ойындары. Жыл сайын бізде көкпар сияқты ғой. Соған қатты қызығатын. Ол сондай адам болғысы келді дейді. Жаңағы сондай өмірді сүретін. Бірақ бір күні оған бір әуез келді. Басқа бір жерден құлағына жетті. Саған сені пайғамбар ретінде таңдап тұрмын дейді. Сен сол жолды алуың керексің дейді. Яғни Құдай оған мә деп желкесінен пайғамбарлықты бере салған жоқ. Анау таңдау ретінде ұсынды дейді. Ғайса пайғамбар біраз уақыт шатқаяқтап жүрді. Қай жағына қарай нетерін білмей. Қимайды, жайлы өмірді қимайды, жаңағы гедонизм деп айтамыз ғой. Барлық жағдайын жасалған, өзің қызыққан нәрсеңді істейтін, еріккен, түйе жарыстырып жүретін, бала шағыңмен бір уақыт серуендеп келіп содан ләззат алатын, ұсталық деген ол да кәдімгі адамға ләззат сыйлайды ғой. Сен бірдеңе жасайсың, жасампаздық, ол да жақсы нәрсе. Бір уақыт сонысын істеп келіп, пирамидалық мән дедік қой, сол сияқты.
параллельді мән дедік қой, сол сияқты отбасында анаусында мынаусын сондай бір жайлы өмірді аңсаған, бірақ Құдай оған сондай дыбыс ар жақтан әуезді білдірді дейді. Ары бері жүрді, ақыр соңында пайғамбарлық таңдады. Яғни Ғайса пайғамбар таңдады дейді. Оған сырттан таңылған жоқ, сырттан ұсынылды. Құдайдың өзі оған пайғамбарлықты ұсынды бас дейді. тартса да болады. Сол сияқты адамның өмірінде де, әр адамның өмірінде пайғамбарлықтың өзі ұсынылып тұрғаннан кейін, әр адам өзінің өмірінде саған да тағдырдың тарапынан, Құдайдың тарапынан ұсынылып тұрған менің құлым мынандай болса екен деп өзінің қалау сипаты деген бар да. Сондай сипатында сенің жақсы болса, немесе тағдыр деп алсаң, егер сен атеист болсаң, тағдырдың тарапынан саған бір ұсынылып тұрған жолдар, миссиялар болуы мүмкін. Оны жоққа шығарамайсың. Бірақ Таңдау еркі өзінде. иә, таңдау еркі өзіңде. Ал оны қалай табасың деген кезде, ол жаңағы мәңге құлағы түрік болу деген сөз сияқты адамның ар ұятқа, сенің адам ішіндегі ар ұятқа құлағың түрік болу, ар ұяттың даусына құлағың түрік болу дейді. Яғни сенің адамның ар ұяты сөйлейді дейді. Бұл Иммануил Кантта бар. Иммануил Кантта моральный императив деген термин береді. Бұлжымас императив деп қазақшаға біз бердік. Бұлжымас императив деген. Адамның бойында саған моральды ішіңнен саған қарай белгі беріп тұратын сондай бір күш бар дейді. Біз оның дауысын ар ұят арқылы естиміз дейді Иммануил Кант. Сол нәрсеге сен құлағың түрік жүруің керексің. Сол ар ұяттың даусына құлағыңды түруің керексің. Сонда сол кезде жайлап сенің мұратыңда, миссияларыңда, өмірлік мұратыңда қай жерде тағдыр сені не сұрап тұрғанын, қалай жүр деп тұрғанын сен соған қарай бейімделе бастайсың. Енді бұл бір тыңдаған адамға ауыр әңгіме болып естілуі мүмкін. Сондықтан да біз мынау кітапта барынша жеңілдетуге тырыстық. Ата-ана мен балаға жұмыс жасау үшін барынша қолайлы болу үшін жеңілдетуге тырыстық. енді сұхбаттың бас аяғынан қарап отырсақ, жаңа философтардың әңгімесі көп болды ғой енді арамызда. Иә. Негізі өзіңіз философсыз ба? Енді мен Жақынсыз ба? бұрыннан жақын болдым деп айта алмаймын. Мамандық таңдауда да өзім жаңа бұрыннан адамдардың екі түрлі типі бар. Біреу бала кезінен өзінің мұратын қай жаққа бара жатқанын сезіп біліп, жаңа ар ұятын жағылмаған соған қарай ұмтылып бара жататын бір адамдар кейіннен табады деген сияқты. Сондықтан мына кітапты біз тек қана балаларға арнадық деп айтылған деп есептемейміз. Бұл жақта ересекке де жалпы іс мамандығын таңдап қойған адамға да қажетті сойып аламыз. Сол тұрғыдан алғанда мен де өмірде әртүрлі салада болдым. Бала кезімде биолог боламын ба деп ойладым. Артынан филологияға түстім. Одан журналист болдым көп жылдар. Саяси журналист, саяси шолушы болып жүрдім. Ана салаға, мына салаға, телеарнада жұмыс жасадым. Ең соңында сол енді артқа өміріңе қараған кезде сен бұл жаққа өзі алып келген сияқты көрінеді. Сөйтіп осы отбасы хрестоматиясындағы, оның ішінде негізінен сол философияға деген қызығушылық логотерапиядан басталды. Біздің отбасы хрестоматиясында білесің, Санжар Керімбай, Әділбек Нәби барлығы сол әу бастан сол логотерапия деген бағытта ең бір философияның ішінде, философияда негізі бағыт көп. Бәрі ойлайды философия деген бір бағытта кетіп бара жатқан дүние. Жұрт ішінде біреу табиғат, дүние неден пайда болды, анау неден пайда болды. Соның ішінде адам деген сұраққа, адам деген мәселені ортаға қоятын негізгі бір ақ бағыт бар. Ол экзистенциализм. Адам деген мәселені ортаға қойып, соны қарайды. Оның ішінде логотерапия деген бағыт барынша терең кіретін бағыт. Осы логотерапияға кіргеннен кейін экзистенциализмді зерттеп бастағаннан кейін мен философияға қызығып, қазір енді докторантурада жүрмін философияда. Бірақ ол жаңағы обучающий дейміз ғой, білім алу процесі емес, сол жаңағы бұған дейінгі оқығандарды сол негіздеу, ғылыми ары қарай жалғастыру деген. Философияның негізгі атасы қай елдер? Енді біз нақты бір атасын айтпайсың, бірақ шартты түрде философияда ежелгі гректерден басталған деп айтылады. Қанша ғасыр бұрын? Енді 2000 жыл бұрын осы антикалық дәуір осы Сократтармен, Аристотельдермен аяқталады өзі. Одан кейін жаңағы христиандық дін келеді. Христианствоның келуімен философия есігі жабылды деп айтса болады белгілі. Енді ол жерде де бір теологиялық діни бір философиялар болды, бірақ философияның негізгі дүниесі ақылмен шешіледі ғой барлығы. Соның есігі біраз уақыт ондаған ғасырға жабылды. Сондықтан антикалық Аристотельдермен, соның шәкірттерімен, перипатетиктер дейді, Аристотельдің біраз шәкірттері болды, сонымен аяқталады. Бірақ біз бұл европецентристік көзқарас негізінде. Біздің қазіргі үйретіп жатқан білім барлық жерде соны үйретеді.
философияның барлығы тек қана сол гректерден, сол еуропалық жүйемен келген сияқты. Негізі сол ол Еуропада есік жабылғанмен Қытай әлемінде, Үндістанда, басқа бір дүниелерде белгілі бір өзінің бағытымен, өзінің ағымен философия жүріп жатты. Иә. Қаншалықты бізге меңгеру керек осы философияны? Үлкендерге ме әлде балаға да меңгеру керек пе негізі? Иә, ол балаға меңгеру керек міндетті түрде. Бала кезден басталады. Бізде философияны біз енді өткенде айттым, бір оқулық дайындап жатырмыз балаларға арнап. Ол уақыты келген кезде, шыққан кезде оған мүмкін бір бөлек әңгіме жазатын шығар. Бірақ шет жағын ғана айтып кете салайын. Бұл балаларға арналған философия жазғанда көп адам түсінбейді. Оның не қажеті бар? Студенттердің өзі философияны түсінбейді. Ересек адамның өзі жаңағы сенің айтқан не үшін, қалай деген сұрақтарды түсінбейді. Оны қайтеміз баланың басын қатырып дейді. Соны айтады. Ересек адамның түсінбейтінінің себебі де сол бала кезде ойландырмағаннан. Ойлану деген ол машықтанатын, арнайы уақыт бөлетін. Жаңа сен сұрадың ғой, бос уақытта не істеу керек деген. Бос уақытта адам негізі отырып, тақырып қойып тұрып ойлану керек адам. Сол ойлану процесі болмағандықтан ол есейген кезде, студент кезде уже кеш, студент кезде сен ойландыра алмайсың. 100 алдыңа студент қойып қойса, солардың барлығын философиямен сөйлесіп арасында бір адамды алып шығасың, алып шықпайсың. Тақырып қойып деген қалай ол? Нақты бір тақырыпты қоясың. Адам не үшін өмір сүреді? Әр жолы. Соны қойдың да соған ойландың. Кәдімгідей сен соған жүйелі түрде отырып ойланасың. Оған ойлану үшін де ойлану деген ойың сені қай жаққа алып кетсе, сол жақта жүру емес. Нақты бір тақырыптың соның төңірегінде оның кәдімгі жүйесі бар, оның бәрі ғылымы бар. Кітап оқып барып ойланған дұрыс па? Түк оқымай ойлансаң бос ой болады ғой. Оның бір шарты жоқ. Толстой да айтады, егер өзің ойлана алмай тұрсаң, онда кітап оқы дейді. Егер ойланып тұрсаң, өзің ойың саған мүмкіндік бермейді, сыймай тұрсаң миыңа, онда кітап саған зиян дейді. Сен өзіңнің ойыңды өлтіресің да біреудің ойын қабылдайсың. Сондықтан ол бір шарт несі жоқ. Карл Ясперс деген философ бар, 20 ғасырдағы ең беделді философтардың бірі, 20 ғасырдағы. Сол айтады, адамда туа бітті философияға бейімдік бар дейді. Бірақ біз соның есігін жабамыз да балаға тек қана білім берумен, ақпарат берумен айналысамыз. Кейін есейген кезде ал енді ойлан деп философияны береміз, ол кезде ойланамайды, өйткені оның машқа кетіп қалады. Иә. Қысқасы құрметті көрермендер, енді бүгінгі біздің сұхбатымыз осымен аяқталды болады. Бірақ алда уақытта бізде философия бойынша сұхбатымыз бар. Одан кейін Сәкен мырзаның Махаббат мәні деген кітабы бар. Махаббаттың мәні ма? Ол бойынша да болады. Махаббаттың мәні деген ол да отбасы хрестоматиясы сериясымен осыдан бір 5 жылдай бұрын шықты. Көп таралыммен тарады, өте немен жастардың арасында көп таралды. Оқып бастадым. Иә. Махаббаттың мәні ол жерде жаңағы сұлулықтың жауапкершілігі бар, КСРО-дағы махаббат бар, қазіргі махаббат бар. Біраз тақырыптар қозғалатын болды. Қысқасы құрметті көрермендер, бүгінгі сұхбат пайдалы болса, пікірге ойларыңызды, түсінгендеріңізді, қаншалықты пайдасы тигенін жазып кетсеңіздер, соны біз міндетті түрде оқимыз, қараймыз. Соған қарап келесі сұхбатымызды жасаймыз. Егер көңілдеріңізден шығып пайдасы сізге ғана емес, бәріне тиген қаласаңыздар, әрине инста әлеуметтік желілеріңізге бөлісіп кетсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Жүрек басуды, пікір жазуды, бізге тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Ұлан Құрманғалиев, Сала таңдау каналы. Сау саламатта болыңыздар.